Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бұл видеода сіздерге баланы ұру дұрыс па, бұрыс па, сол туралы нақты айтатын боламын. Ең алдымен менің арнама тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Жалпы балаларын ұру арқылы тәрбиелі, тәртіпті қылып өсіреміз деп ойлайтын ата-аналар біздің арамызда жоқ емес. Өте көп. Ол әдетте адам баласы сабырын ұмытқан кезде ашумен болады. Бірақ бұл тәрбие түрі қаншалықты дұрыс? Ұрып соғудың нәтижесі неге әкеліп соғады? Осы сауалдардың төңірегінде маңызды деген жайттарды баяндап көрейін. Баланың аты бала, бір орында отырмайды, қызығады, ұстап көргісі келеді, сосын барып шұқиды, сөйтіп жүріп бір нәрсеге ұрынады немесе бүлдіріп, сындырып тынады. Мұндай жағдайда ашуға берілген ата-ана не істейді? Жұдырығын ала жүгіреді. Мұным тәрбие деп ойлайды. Осылай жасасам, келесіде тентектігін қайталамайды деп ойлайды. Бірақ бала біраз уақыт өткен соң жаңағы әрекетін қайта жасайды. Бұдан шығатын қорытынды ұрып соғу арқылы баланы дұрыс тәрбие жолына сала алмаймыз. Бала Алланың аманаты. Соны ешқашан есіңізден шығармаңыз. Балаңызды ұрмастан бұрын ойланыңыз. Әлемде қаншама адам сол балаға зар болып жүр. Жалпы, бала тәрбиесі тақырыбын жан-жақты зерттеп жүрген ғалымдардың пікірінше, баланы ұрып соғу көптеген келеңсіз жайттарды тудырады екен. Үнемі таяқ жеумен өскен баланың психикасында көптеген ауытқушылықтар болады. Әдетте мұндай балалар қалай болғанда да бұрыс істің бәрін ата-анасы үйде жоқ кезде немесе тығылып жүріп істейді екен. Яғни баланы үнемі таяқтап отыру ол қате әрекет. Ұрудың да өз реті болады. Еркеліктерінің арты шапалақпен аяқталып отырса, ондай баланың ата-анасына деген сыйластығы азайып, сенімі таусылады. Сенімі таусылған бала әр нәрсеге ұрынғыш келеді. Бәлкім бірден жұдырықтың көмегіне жүгінбей, неліктен мұндай қателікке барды? Соны білген дұрыс шығар. Сонан соң бұл ісінің дұрыс емес екендігін түсіндіріп, алдағы уақытта қайталамауға шақыру керек. Қайтадан қайталап қойған болса, кезекті рет түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Бала тұрмақ. Біздің өзіміз қаншама рет қателесіп, қаншама рет келеңсіз жайттарға кез болып жатамыз ғой. Сондықтан да баланың бала екендігін естен шығармай, арқасынан сипап отырып тәрбие қылса, міне, бұл өте жақсы әдіс. Егер бала әке-шешесінің тілін алмай жүрсе, оның себебін үлкендер әуелі өздерінен іздеуі керек. Мүмкін үйдегілер жақсы үлгі көрсете алмай жүрген шығар. Мүмкін басқа бір жағдайлар әсер еткен болуы да мүмкін ғой. Сен бала жамансың деген сөзді естіп өскен бала қайдан жақсы адам болып шықсын. Бұл тұрғыда ата-аналар тілдеріне өте абай болуы керек. Кейде қатты ашуға беріліп туған баласын қарғап жіберетін әке-шешелер де бар. Бұл өте үлкен қателік. Әкенің мейіріміне, ананың махаббатына қанып өскен баладан болашақта тәрбиесі түзу адам шығады. Бала тәрбиесінде осындай үлкен қағида бар. Үлкендер өздерінің күшті екенін пайдаланып, әлсізге әлімжеттік жасауларын доғармаса, ертеңгі күні өздері өкініп қалады. Қарап отырсақ, жазалаудың да өз реті бар екен. Жалпы кез келген тәрбие түрінен кейін оң нәтиже шықпаса, бәрі бекершілік. Қандай жаза болмасын, бала ата-анасының өзіне жанашырлығын сезінуі тиіс. Қорқыныш сезімін тудырмау керек. Баланы ұрып тәрбиелеудің балаға өте теріс әсері бар екен. Психологиялық тұрғыдан алғанда, үнемі таяқ жеп өскен балалар агрессивті сезімдері өте қатты дамиды екен. Олар ашуланшақ, қызуқанды және ынжық адам болып өседі екен. Егер әкесі өз ұлын жазықсыз ұрған болса, оның ойында мәңгілік қорқыныш, қауіп қалыптасады екен. Ойламаған жерден жазықсыз таяқ жеп қалуы мүмкін деген ой сақталып, жазылып қалады екен. Ол өмірде де өз-өзіне сенбейтін, қорқып жүретін бала болып өседі екен. Баланың бүгінгі жеген таяғы ол ертең жазыла салмайды екен. Керісінше, мәңгілік оның жүрегінде жарақат болып сақталып қалады. Барлық жерде де бала тәрбиесінде бір ғана жүйе бар, бір ғана система бар. Ол баланы жақсы көру, сүйіспеншілік, мейірім, жанашырлық, баламен мәдениетті түрде сөйлесу, ашық сөйлесу. Жалпы бала тәрбиелеуде ұрып соғу деген методика да жоқ, әдіс те жоқ. Ұрып соғу арқылы баланы тәрбиелеуге болмайды. Егер бізде тәрбиелеудегі мақсатымыз баланы өз-өзіне сенімді, өзін жоғары бағалайтын жеке тұлға қалыптастыру болатын болса, ол жерде ұрып соғудың ешбір орны жоқ. Әрбір бала жеке тұлға.
ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Егер ақпараттар ұнаған болса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыз.